Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, сіздермен бірге Назым Оңғарбаевна. Бүгін мен сіздерге жаңағындай жасанды интеллект көмегімен өзіміз ән құрастыруды құрап беретін жаңағы сайтпен таныстыратын боламын. Ол үшін өзіміздің Google аккаунтымызға кіреміз. Іздеу жолағына Suno деп жазамыз. Шыққан ең бірінші сілтемеге өтеміз. Сіздерге осындай ағылшынша бет ашылады. Егер жаңағындай тілді автоматты түрде орыс тіліне аударылатын несі қойылса, онда орыс тіліне аударылады. Менде ол автоматты түрде тұр. Сіздерде егер ағылшынша тұратын болса, онда тінтуірдің оң жағын басып, тілді орыс тіліне аударып алуға болады. Енді ашылған кезде сіздерге осындай бет ашылады. Бұл жерде біз мысалы кез келген бір өзімізге ұнайтын, өзіміздің сөздерін өздеріңіз жазсаңыздар да болады. Болмаса жасанды интеллектке берсеңіздер, өзі құрастырып береді. Яғни музыкасын бәрін қосып, жоқ өлеңді ең бірінші болып сіздер өздеріңіз құрастырып ала аласыздар. Енді мен бұл өлеңді бүгін сіздерге апталыққа өлең жазып беретін жолын көрсететін боламын. Қараңыздар, ол үшін осы жерде міне сол жағында осындай нелер тұрады, менюлары тұрады. Енді осы жерден войти деген астыңғы жағында батырмасы бар. Ол войти дегені тұрады, мынандай значок болып тұрады, болмаса розовый значок болып тұрады мына жерде дөңгелек. Соны басу арқылы кіресіздер. Басқаннан кейін бізге осындай бет ашылады. Регистрация жасал дейді. Телефон нөмірімізді жазып, SMS арқылы тіркелсек болады. Болмаса Google аккаунтымыз арқылы тіркелсек те болады. Мен өзімнің Google аккаунтым арқылы тіркеліп кіремін. Енді қараңыздар, осындай бет ашылады. Мына жерде мінекей домалақтың үстін бассаңыздар, бұл сіздердің профильдеріңіз болады. Мына профильдің редактировать профиль деп өз аты жөндеріңізді жазып қойсаңыздар болады. Енді бұл жерде, мына жерде мінекей басқа да елдердің жасаған туындылары тұр, мысалы әр түрлі жанрда, әр түрлі сөзбен музыкалар орналасқан жерде, қарап отырсаңыздар. Енді осы жерде бізге керегі создавать деген батырмасы, яғни біз өзімізге қазір өлең құрастыратын боламыз. Мінекей мен жаңа екеуін видео түсірмес бұрын екі өлеңді құрастырып жасадым. Жұмыс жасайтын приложение. Енді қараңыздар, бұл жерде сіздерге 10 рет өлеңді жазуға, бір аккаунтпен 10 рет өлең жазуға болады. 10 өлең. 10 өлеңнен кейін бұл ақылы болады. Оны тек жаңағындай подпискасын жасау арқылы ғана жасауға болады. Енді біз не істейміз? Бір аккаунтпен 10 өлең жасайсыздар, одан кейін келесі аккаунт, басқа аккаунтпен кіріп, тағы да жасай бер, тегін қолданып жасай берсеңіздер болады. Енді мына жерде мінекей обычный дегенге жолақты қозғалтып қоямыз. Сол кезде бізге жай ғана осындай қарапайым поп недегі музыкаларды береді, Егер біз мынау жолақты алып тастайтын болсақ, онда бізден ол сұрайтын болады, қандай музыканың жанрына қою керек деген сияқты. Сонда сіздер загрузить аудио деп өздеріңіздің жаңағындай записьтарыңызды осы жерге қоятын боласыздар. Мен обычныйға қоямын. Енді мына жерде қараңыздар, текст песен дейді. Инструментальный болса, яғни сіздер какой-то бір инструменттің көмегімен деген сияқты, Міне день рождения дейді мінекей. Стиль музыки. Бұл жерде енді мен апталыққа қолданам. Көп кезде мысалы туған күнге, мерейтойларға жаңағындай тілашар болсын, сүндет той болсын, сондай тойларға, сондай мерекелерге музыка өлеңді өздері құрастырып айтып жатады. Міне осындай жерден олар жаңағы описаниясын беріп, өлеңді құрастырып алып, осыдан айтады. Енді маған инструментальный деген керек жоқ. Мен мына жерге қазір өзімнің қысқаша тақырыбымды жазам, қандай болу керек. өзіңіз құрастырып жазсаңыз да болады. Мына жерге өз сөзіңізді, сосын мына жерден жаңағындай жанрды таңдап қоясыз да,
и құрастырып бере салады соған. Болмаса, егер сіздердің сөздеріңіз болмаса, онда пишите суну дейді. Яғни сунуға айтамыз, бізге жасанды интеллекттің көмегімен өзі құрастырып береді. Тек қана мына жерге біз 1, 2, 3, 4 сөзін, яғни өлең не туралы болатынын оған айтып жазып беруіміз керек. Так, мен мысалы жазайын. Апталықтың ашылуы. Классическая модель текста дейді. Енді бұл жерде реми деген бар, бетасында, яғни бұл ақылы түрі. Бізге осы классикалық түріде жеткілікті. Енді написать текст песен дегенді басамыз. Мінеке қараңыздар, біраз уақыттың ішінде 1 минутта болған жоқ, бізге өлең құрастырып берді. Пәндер біріктіру әні дейді. Мына жақта бірлестіктің ашылуы дейді. Сөздеріне қарайсыздар, мысалы, кейбір жерлерінде сөздері түсініксіз болады. Осы нұсқасын таңдап алдық. Енді таңдап алғаннан кейін астына түсіп, стиль музыкиді таңдаймыз, Мына жақта исключить стилі дегенге қарай басып қойсаңыз, онда жаңағындай стильді алып тастайды. Бірақ бұл жерде ондай көп, Сондықтан да бізге осы жерден бір стильді таңдап қоюымыз керек. Так, енді мен поп, рэп, рок дейді, джаз дейді, прогрессивный металл дейді, стиль музыки, в капелла, но металл, будущий рок, слушать дейді. Так. Нешке біз поп деп жазайықшы. Поп деге. Поп. Или ағылшынша жазайық. Мүмкін ағылшынша ол бізді түсінер. Поп стильде керек, Панк, электро, джи-поп дейді. Мелодичная техно, русский инди дейді. Осы попта тұра берсін, жарайды. Енді персона бізге не выбрана, бірлестіктің ашылуы, рабочее пространство. Создавать деген батырманы басамыз. Мұны бізге қазір поп стилінде 2 түрлі өлеңді құрастырып беріп жатыр. 2 музыкамыз дайын болды. Енді осыны ойнату арқылы сіздері естіп, ұнаған вариантын нұсқасын өздеріңізге жүктеп аласыздар. Ал біріншісін тыңдап көрейік. Мінеке бұл бірінші нұсқасы, келесі нұсқасы. Енді бізде поп нұсқасы болып тұр ғой, Енді мен сізге алдында сіздерге дайындаған өлеңдерімді де тыңдатайын, Бұл жерде варианттар, нұсқалар көп болған еді. Электропоп, поп, оптимистичный дегенді таңдағам. Сол кезде мынандай 2 нұсқаны дайындап берді. Осындай екінші нұсқасы. Мына осындай нұсқада шығарып берді. Енді бұларды тағы да өзгертуге болады. Мына жерде стиль музыки дегенді басқа стильді таңдап өзгертсеңіздер болады. Енді мысалы мына жердегі электропоп дегенді жазып қойсақ болады, қандай қылып шығарып беретін. Мен уже 4 нұсқасын мінеке қолданып тастадым. Енді тек 6 өлең құрастыра аламын. Так, енді осы 4 өлеңнен мысалы бір нұсқасын өзіме көшіретін болсам, мінеке мысалы ең соңғы естігенім жаңағы маған ұнады, Осыны копировать ссылку на песню деп тұр. Бұны бізде тек сілтемесін ғана көшіріп аласыздар бұл жерден. Енді мына жерде 3 нүктені бассаңыздар үстінен, сіздерге скачать деген тұр мінеке. Скачать деген батырмасын басып, mp3 аудио, яғни тек музыкасын ғана өздеріңізге көшіріп алсаңыздар болады. Болмаса видеосында бірге көшіруге болады. Енді қараңыздар, mp3-ді бассақ, ол бізде тек қана
музыкасы. Ал видеосын көшіретін болсаңыздар, видеосында мінекей бізде мынау жаңағы неде айтылып жатқан сөздері көрсетіліп тұрады. Мінекей апталықтың ашылуы, қазір көрсетейін. Қараңыздар. Мына жерде сөздері жүріп жатады. Өз сөздерімен не сияқты сөздеріне қарап айтып отыруға болады, сол сияқты. Сол жақсы әріптестер, енді бұл жаңағындай апталықтың ашылуына өздеріңіз жеке бір өлең құрастырам деген жағдайда, тағы да басқа сабақтарыңыздың үстіне мүмкін бір шумақ өлең болса да, өздеріңіз құрастырып несін жанрын таңдап қойып әдіс ретінде қолдансаңыздар да болады. Әсіресе музыка сабағында бұл өте қажет деп ойлаймын. Енді басқа да өздеріңіздің тек қана мектепте ғана емес, басқа да жағдайларда, мысалы жаңағындай тойға өлең дайындап шығарып барсаңыздар өте керемет. Жақсы әріптестер, менің арнама тіркеліп, лайк басып, әріптестеріңізбен бөлісіп отыруды ұмытпаңыздар. Көп рахмет, сау болыңыздар.